Қызы әкесі мен анасына ойнап отқан телефонын алып кеп береді. Сөйтсе ол телефонға 50 мың доллар түскенін айтады. Сөйтіп әкесі қане шын ба, алып келші деп телефонды алады. Сөйтіп қызына бара бер бөлмеңе деп қызын ары қарай жібереді. Сөйтіп телефонды қараса шынымен де 50 мың доллар түскен екен. Бейтаныс номер хабарласады әйеліне. Бұл әйелінің ұялы телефон екен. Әйелі сөйлеседі. Сөйлескен кезде мен сізге байқаусызда 50 мың доллар аударып жіберіппін. Егер қайтармасаңыз полицияға хабарласам. Ақшаны маған беріңіз, мен сізге 5 мың долларын беремін, қалған 45 мың долларын маған аударып жіберіңіз деп айтады. Сол кезде күйеуі осындай жағдайды айтып жатқан кезде күйеуі алып кел телефонды, өзім сөйлесем деп өзі сөйлеседі. Сөйлескеннен кейін мен сізге қазір мекенжайды берем, сол мекенжайға сіз келіңіз дейді. Ол жігіт келісе кетеді. Бірақ әйелі қоймайды. 5 мың долларды алайық та 45 мың долларды берейік дейді. Бірақ күйеуі асығыстық танытып жатқанын оған түсіндіреді. Сол кезде жаңағы кісі келеді, яғни маған ақшаны қайтарып беріңдер деген. Сөйтіп күйеуі мен барлығына көз жеткізуім қажет. Сіз маған телефондағы переводты өзіңіз көрсетіңіз, сол кезде мен сіздерге берем дейді. Бірақ ол кісі менің сіздерге досым аударып жіберді оны, маған алып кетті дейді. Әйелі қоймайды, ол бізге ақша берем деп жатыр, 10 мың доллар дейді. Сондағысы анау күйеуі асығыстық танытпа деп әйелін сабырға шақырып жатыр. Бірақ күйеуі айтып жатыр толыққанды, сізде ешқандай дәлелдеме жоқ дейді. Сонда жаңағы мошенник болып келіп тұрған 20 мың доллар берем, маған 30 мың долларды перевод жасап жіберіңіздер дейді. Сонда жаңағы әйелі қоймай жатыр ғой, енді ол 20 мың доллар. Енді бұл сондай ситуация негізі өмірде болуы мүмкін да, сол үшін абайлау керек. Сөйтіп жаңағы әйелі кетіп қалады дағы, мына жерде күйеуі айтып тұрады, бұның барлығын біз тексерейік, полиция шақырамын дейді. Полиция шақырған кезде оған дейін жаңағы сіз досым аударып жіберді ғой маған перевод деп жатырсыз ғой, сол досыңыздың аты кім дейді. Түскен ақшасы аты жазылып тұр ғой. Сол кезде жаңағы мына қорқып кетеді дағы, қашып кетеді. Қашып кетсе әйелі жүгіріп келеді. Әйелінің атына кредит алынып кеткен ғой, 50 мың доллар. Прикинь. Сөйтіп ол алданып қалған. Алана сол алданып қалып, сол ақшаны алып алғысы келген ғой. Абайлаңыздар, құрметті достар, қазіргі таңда бұндай өте көп қой жағдайларша алдап кететін, атыңа кредит алатын, сіздің қызыңыз болып, сіздің балаңыз болып сізге хабарласып, ақша